Саламатсыздар ма оқушылар? Мен Абдикалыкова Света Байекеқызы, биология пәні мұғалімі. 10 класс биология сабағы. Сабақтың тақырыбы: гендік модификацияланған ағзаларды қолданудың оң және теріс тұстары. Гендік модификацияланған ағзаларды қолданудың этикалық сұрақтары. Бүгінгі сабақта сіздің білетініңіз гендік модификацияланған ағзаларды қолданудың этикалық сұрақтары. Сіздің меңгеретініңіз гендік модификацияланған ағзаларды қолданудың этикалық сұрақтарын талқылау. Гендік модификацияланған организмге жаңа қасиеттерді беру үшін гендік инженерия әдістерін қолдану арқылы генотипі өзгерген организмдер. Оқушылар, бұл организмдер қалай алынады? Бұл сұраққа жауапты келесі бейне баяннан табасыздар. Соңғы 50 жыл ішінде биологияда үлкен өзгерістер болды. Жасушаны тек қана бақылап қана қоймай, оған әсер етіп, басқаруға және тірі ағзалардың генетикалық кодын өзгертуге мүмкіндік туды. Ғалымдар кез келген ағзаның генін кесіп алып, мүлдем басқа түрлердің дайынқысына орналастыра алады. Бұл ғажайып процестің атауы гендік модификация. Дайынқы барлық тірі жасушаларға ортақ болғандықтан, жаңа ген басқа жасушада да қызмет ете алады. Мысалы, тек балықта түзілетін ақуыздарды өсімдіктерге енгізуге болады, немесе бактериялар адам ақуыздарын өндіре алады. Мұндай жаңа тәсілдер үлкен әлеуетке ие. ГМО қолданылатын салалар. Медицинада ГМО, генотерапия, инсулин мен тромбозға қарсы дәрі өндіру, обыр ауруларын емдеу, трансплантация үшін органдар өсіру мақсатында қолданылса, ауыл шаруашылығында жаңа түрлер, яғни өсімдіктердің іріктемелері мен жануарлардың қол тұқымдарын шығару мақсатында қолданылады. Ғылыми мақсатта ГМО регенерация мен қартаю үдерістерін зерттеу үшін, ал экологияда экологиялық таза жанармай алу мақсатында қолданылады. Гендік модификацияланған өсімдіктер әлемнің көптеген елдерінде өсірілуде. Германия мен Швецияда крахмал өндіру үшін гендік модификацияланған картоп алынса, Қытайда мұндай өсімдіктер 4 миллион гектарда алып жатыр. 2011 жылы Куба алғаш рет гендік модификацияланған жүгеріні өсірді. 2012 жылы Судан гендік модификацияланған мақтаны алды. Ал ақш-та жүгері, мақта мен соя егілетін алқаптардың шамамен 90%-ын гендік модификацияланған іріктемелер құрайды. Оқушылар, әлемдегі ең трансгенді өсімдіктер соя мен жүгері болып табылады. ақш-та 75%, ал Аргентинада соя іріктемелерінің 99%-ы гендік модификацияланған. Жүгері іріктемелерінің де 80%-ы гендік модификацияға ұшыраған. ГМО пайдаланудың жағымды тұстары, олар өндірістік проблемаларды шешеді. Оқушылар, гендік модификацияланған бірнеше өсімдіктерге тоқталайық. Соя өсімдігіне ішек таяқшасы бактериясының генін енгізу арқылы гербицидтерге төзімділігін арттырса, қияр вирус қабығының гені арқылы теңбіл вирусынан қорғанышқа ие болды. Картоп бәйшешек пен амарант гендері арқылы зиянкестерден қорғана алады. Ал егеуқұйрықтың генін жүгеріге енгізу нәтижесінде нәруыз құрамын өзгертіп, құндылығын арттырды. Аталған өсімдіктерден басқа ГМО өнімдері мына азық-түліктер мен заттарда кездеседі. Шұжықтар, сүт өнімдері, өсімдік майы, маргарин, майонез, балалар тамағы, балмұздақ, конфет, шоколад, кондитерлік өнімдер, нан өндірісі, барлық косметикалар, темекі және тағы басқа. Сондай-ақ Nestle, Coca-Cola, McDonald's, Mars, Hershey сынды кең таралған маркалы азық-түліктерде де гендік модификацияланған компоненттер бар. Оқушылар, күнделікті қолданылатын заттар мен тағамдардың құрамында ГМО бар екенін қалай білеміз?
Мына белгілерге назар аударайық. Қарақұмық сияқты дәнді дақыл, приправа, кондитерлік өнімнің тауық еті, әртүрлі қоспалар мен өсімдік майы, ас тұзы сияқты тағамдардың сыртында ГМО-сыз, құрамында ГМО жоқ деген жазулары бар этикет жапсырылған. Ал шын мәнінде солай ма? ГМО өнімдерін қалай тексереді және ГМО өндірісі қалай реттелетіндігі туралы келесі бейнебаяннан білесіздер. Модификациядан өткен азық-түлік европалық әдіспен зерттелмек. Өнім құрамындағы өзгеріс бұрын ресейлік реагенттер арқылы анықталатын, енді германиялық әдіс қолданыла бастады. Санэпидемиологиялық сараптама орталығының мамандары шетелден білімін жетілдіріп келіпті. Себебі генетикалық өзгеріске ұшыраған азық-түліктер терең зерттеп зерделеуді қажет қылады. Трансгенді тағамның кәдімгі азық-түліктен айырмашылығы қандай және құрамы өзгерген өнімнің адам ағзасына әсері бар ма? Сенесіз бе жоқ па, мына алмалардың сатып алынғанына 10 күннен асты. Тоңазытқышта тұрмаса да жеміс өте жақсы сақталынған. Езілгені, шірігені жоқ. Тіпті құс тұмсығы батпай, таптастай. Қытайда өсіріліп бізге әкелінетін бұл будан өнім, яғни гендік өзгеріске ұшыраған алма. Түсінікті тілмен айтқанда, алма жасушасының бір бөлігі басқа ағза жасушасымен алмастырылған. Айталық, алманың ұзақ сақталу үшін технологтар оған шаянның ДНК-сын қолданады екен. Оңайлықпен езіле қоймайтын қып-қызыл қызанақта акуланың азу тісінің гені барын, ал бір түйірі бір елге баратын картоп құрамында доңыздың гені енгізілгенін екінің бірі ескере бермес. Алайда бұл ақиқат, гендік инженерияның жемісі осы. Құрамы өзгерген өнімдер біздің нарыққа кіргелі қашан. Эпидемиолог мамандар ертелі-кеш ДНК-сы өзгерген өнімдерге сынама жүргізеді. Астана қаласы бойынша өткен жылы 271 тағам түрі терең зерттеліпті. 4 тағамның генетикалық жолмен түрлендірілген анықталды. Ылғи шұжықтардан шықты. 3 тағам Россиядан келген шұжық болды, 1 тағам Латвиядан келген шұжық болды. Енді бұл шұжықтардың құрамында соя анықталды. Бірақ та референс зертхананың зерттеуі бойынша бұл норманың көлемінде болды. Гендік өзгеріске ұшыраған тауарларға мұқият зертханалық тексеру қажет. Қазір ел үкіметі осы саланың ғылыми зерттелуіне зейін қойып, гендік инженерлік қызметті мемлекеттік реттеу туралы заң жобасын әзірлеуде. Егер құжат бекісе, сырттан кірген өнімдерге бақылау да күшейтіледі. Ағзасына қаншалықты әсер ететіні белгісіз болса да, ғылыми инновация экономикалық тұрғыдан тиімді екенін танытты. Сондықтан біздің елдің биотехнологтары да гендік модификацияланған өнімдердің өндірісіне қатысты ғылыми зерттеу жүргізуге кірісті. Ал оның қандай нәтиже берерін сол баяғы уақыт төрешіге қалдырдық. Қазақстандық ғалымдар қазірдің өзінде генетика мен селекция саласындағы өңделген бір қатар ұсыныстарды беруге дайын. Агробактериялық трансформация өсімдік инфекциясы кезінде ісік түзетін топырақ бактериясы Agrobacterium tumefaciensті енгізу жолымен трансгенді өсімдіктерді алу әдісі. Агробактериялық трансформация жолымен бактериялардың зақымдануына төзімді өсімдіктер алынды. Құрғақшылыққа төзімді, протеинге бай жаздық бидайдың жаңа іріктемесі шығарылды. Сонымен қатар селекционерлер еліміздің солтүстік бөлігінде өсетін гибридті жүгері мен арал маңындағы қолайсыз, яғни топырақ тұздылығына шыдамды күріш сұрпын шығарды. Агробактериялық трансформацияда қолданылатын биобаллистикалық әдіс ДНК мылтығы арқылы жүзеге асады. Бұл әдіс ДНК плазмидасымен қапталған ауыр металл бөлшектері мен атқылау арқылы сипатталады. Ядрода ДНК бөлшектерден арылып, жасушаның ДНК-сына бейімделеді. Сондай-ақ ерекше генома модификацияланған, яғни мол өнім беріп, аз қоректік қажет ететін жануарлардың да жаңа қолтұқымдары алынды. Елімізде мал шаруашылығында сүттілігі мен сүттің майлылығы жоғары жаңа сүтті сиыр қолтұқымдары, ақ ырыс және ертіс қолтұқымдары шығарылды. Етті мериноз қой қолтұқымында еттік өнімділігі мен өсімталдығы дәстүрлі жағдайдан 10%-дай артық болды. Ендеше, ГМО-ға байланысты алаңдаушылықтың себебі неде? Келесі бейне баяннан ГМО-ның оң және теріс жақтарын салыстыра аласыздар.
Гендік модификация, яғни жоқ, әлем қақ жарылып тұр. ГМО мәдениеттің бастауы сонау 80 жылдар десек те, әлемді ғылыми қауымдастық әлі күнге ортақ тұжырымға келген жоқ. Бірі бұл адамзатты аштықтан аман алып қалудың жолы десе, енді бірі керісінше ГМО адамзатқа жасалған қастандық деп есептейді. Қорқатын ештеңе жоқ. Қауіп жоқ. Гендік модификацияланған өнімді бір кісідей зерттеп келе жатқан академик Төрегелді Шарманов ГМО-ны қолдайды. Мұндай өнімдер рак ауруын тудырады, ағзаны улайды дегенмен де келіспейді қарт ғалым. Себебі адамның гені тамақтан бұзыла салатындай әлсіз емес. Ағза бұл ерекше құрылған. 4 кезеңнен тұрады. Оның біреуден өтсе, екіншіден өте алмайды. Сонда қорқуға да болмайды. Одан қауіптеніп, біз осындай болып қалды деген ұғым, ол теріс ұғым, ғылымға сәйкес келмейді. Ауыл шаруашылық дақылдары бойынша, мысалға соя, майбұршақ бойынша, қант қызылшасы бойынша, рапс бойынша, және жүгері бойынша, осы сияқты дақылдар бойынша әлемде жетекші ГМО егетін елдер бар. Олардың құрамында Америка, Қытай, Аргентина, Мексика, Канада жатады. Біз бұл ГМО-ны қалаймыз ба, әлде қаламаймыз ба, соған қарамастан жер бетінде ГМО-ны өсіру дами береді. ГМО-ға табандық қарсылық танытып жүргендердің бірі. Қазақстандық биолог Евгений Климов гендік түрленген өнімдер ұлтты ұрпақсыз қалдыратын үлкен қауіп дейді ол. С момента создания ГМО әлі күнге дейін ғылыми нақтылық жоқ. ГМО-ның қауіпті екенін дәлелдейтін жұмыстар бар, бірақ оны жоққа шығаратында ғылыми жұмыстар көп. Оның үстіне ГМО өндірушілері ұзақ мерзімді зерттеулермен айналыспайды. Олар жүргізген зерттеудің ең ұзағы 90 күн ғана. ГМО денсаулыққа қауіпті. Тәжірибеге қатысқан көрші хандардың екінші және үшінші ұрпақтары көбею мүмкіндігінен айырылған. Қалай дегенмен де әлем қазір органикалық өнімге бәс тігіп отыр. Оның нарығы қазір 90 миллиард ақш долларына тең. Оқушылар, бүгінгі сабақты жақсы игерген болсаңыздар, сіздерге мына үлгідегі тапсырмаларды ұсынамын. Бірінші тапсырма – сөйлемдерді толықтырыңыз. Өсімдікті генетикалық модификациялау үдерісінде әдетте бактериясы қолданылады. Екінші, алғашында әдіс өсімдік трансформациясы үшін дайындалған. Әдіс ДНК плазмидасымен қапталған ауыр металдың бөлшектері мен атқылау арқылы сипатталады. Үшінші, құрамында гені бар плазмидалық бактерия антибиотик қосылған қоректік ортада тіршілік ете алады. Жауаптары. Бірінші, өсімдікті генетикалық модификациялау үдерісінде әдетте агробактериум бактериясы қолданылады. Екінші, алғашында биобалистикалық әдіс өсімдік трансформациясы үшін дайындалған. Әдіс ДНК плазмидасымен қапталған ауыр металдың бөлшектері мен атқылау арқылы сипатталады. Үшінші, құрамында антибиотикке төзімділік гені бар плазмидалық бактерия антибиотик қосылған қоректік ортада тіршілік ете алады. Келесі тапсырма. Сипаттамалар мен гендік инженерия әдістерін сәйкестендіріңіз. Берілген сипаттамалар. Бірінші, өнімділік мөлшері. Екінші, көкөністерде қоректік заттардың барлығының болмауы. Үшінші, сәндік өсімдіктердің жаңа түрлерін алу. Гендік инженерия әдістері. А. Гүл күлтесіндегі пигменттің таралуын бақылайтын гендерді енгізу. Б. Өнімнің салмағын жоғарылататын гендерді енгізу. С. Амин қышқылдары мен майлардың құрамын өзгертетін гендерді енгізу. Жауаптары. Бірінші, өнімділік мөлшері. Б. Өнімнің салмағын жоғарылататын гендерді енгізу. Екінші, көкөністерде қоректік заттардың барлығының болмауы. С. Амин қышқылдары мен майлардың құрамын өзгертетін гендерді енгізу. Үшінші, сәндік өсімдіктердің жаңа түрлерін алу. А. Гүл күлтесіндегі пигменттің таралуын бақылайтын
гендерді енгізу. Осымен сабағымыз аяқталды, сау болыңыздар.